Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті жетісулықтар. Көптеген жаңағы арыз шағымдар келіп түсуіне байланысты жалпы осы журналист не істеп жүреді, қандай әрекет жасайды, қандай жұмыс атқарады, бағыты не, мақсаты не деген сұрақтар өте көп келіп түсіп жатыр. Соған байланысты Абайлы ақпараттық порталы аптасына бір рет жексенбі күні сіздерге бір апта көлемінде қандай жұмыс атқарылды, соның нәтижесін көрсете отыра еліміздің, жеріміздің көркейіп өсуіне қандай үлес қосқанымызды айтып, бір аптаға шолу жасап өтетін боламыз. Бір апталық дайджесттің нәтижесі: Абайлы ақпараттық порталына бір аптада 730 арыз шағым келіп түсті. Бұл яғни әртүрлі әлеуметтік желідегі жеке парақшаларымызға келіп түскен арыздар саны. Оның нақты 210-ы қабылданды. Қалғаны тиесілі мемлекеттік құзыретті органдарға жолданды. 90 адамға тегін юридическая консультация дейміз ғой, құқықтық негізде, құқықтық бағытта жаңағы көмек көрсету, сонымен қатар жаңағы адам құқығын қорғау бағытында да өте үлкен жұмыстар атқарылып келеді. Республика көлемінде 37 сот отырысына тікелей өзім қатысып, адам құқығын қорғау бағытында шамамыз келгенше редакция тарапынан көмек көрсетіп келеміз. Қалған арыздардың нәтижесі келесі аптаға келіп түсіп отыр. Себебі кез келген арызды, өздеріңіз білесіздер, құқықтық негізде өзінің заң шеңберіндегі мерзімі болады. Сол мерзімге байланысты әр арыздың нәтижесін, бізге келіп түскен жаңағы шағымның нәтижесі неге келіп соқты, біз қандай көмек атқардық, және журналистің қосқан үлесі қандай екенін алдағы уақытта көрсете береміз. Сонымен қатар айтқымыз келіп отырғаны, Абайлы ақпараттық порталы өзінің жұмысын тек қана еліміздің президентінің жүзеге алдыға қойып отырған саясатын қолдай келе, қандай да бір жемқорлық фактыларын байқайтын болсақ, соған араласып, сол қылмысты болдырмау мақсатында, сонымен қатар еліміздің, жеріміздің, осы жетісу өңірінің, жер жаннаты жетісу өңірінің көркейіп өсуіне өз үлесімізді қосу, яғни заңсыздықтан Абайла деген порталдың мақсаты адамдардың заңсыздықтан алдын алу. Мен өзім білесіздер, қылмыстық жаңағы бағытта жазаланып, оның қандай да бір қасіретін шеккен азаматша ретінде, әділетсіздікті көрген азаматша ретінде адамға қаншалықты көмек қажет, және оған міндетті түрде жауап беру керек екенін, бүгінгі күнде адам құқығы тапталмауына барынша өз үлесімді қосып, адамдардың абай жүруіне өз үлесімді қосу. Сонымен қатар Жетісу облысында жақсы, жағымды жаңалықтар. Біздің редакция мұрындық болып, осы халықтың мүддесін жеткізіп, денсаулық сақтау саласында осы аптада жаңа басшы тағайындалды. Асқар Маратұлына тек қана толағай табыс тілей отырып, денсаулық сақтау саласындағы кемшіліктерді түзетеді деп ойлаймыз. Ел мен жермен бірге өсіп өркендеп, халқымыздың денсаулығын жақсарту саласында үлкен жұмыс атқарылады деп сенеміз. Сонымен қатар Қазпошта жаңағы акционерлік қоғамына байланысты жасалған репортаждардың нәтижесі өте үлкен, жақсы бір нәтиже берді деп ойлаймын. Ғимараттардың барлығында, біз жүріп өткен ғимараттардың барлығына толық жөндеу жұмыстары жүреді деп есеп беріп отыр бүгінгі күнде Қазпошта басшылығы. Сонымен қатар автобаза дейміз ғой, ол жақта да жөндеу жұмыстары жүргізіліп, бүгінгі күнде бірнеше жаңағы тексеру жұмыстары тағайындалып, Абайлы ақпараттық порталының арыздарының нәтижесінде мемлекет жаңағы құзыретті органдар ол жақтан табылған кемшіліктердің нәтижесінде 6 миллион штраф салынып, ол мерзімінде өзінің уақытында төленгендіктен мемлекеттің құзыретіне төленген қаржы бүгінгі күнде 3 миллионнан аса. Яғни біздің
порталдың елімізге, жерімізге қосқан үлесі бір аптада 3 миллион пайда алып келіп, мемлекеттің жаңағы иелігіне төленген болатын. Яғни ол да біздің жұмысымыздың нәтижесі. Ал енді қарапайым халыққа жұмыс жағдайын жақсартып жатыр деген ойда, полдарына жаңа линолеум төселіп, әктеліп, ауасы тазарып, жалпы жөндеу жұмыстары әрі қарай жүріп, Қазпошта қызметкерлеріне жақсы жағдай жасалады да деген жаңағы уәдесін естіп қайттық. Ол да біздің жұмысымыздың нәтижесі деп білеміз. Ал енді жаман жаңалықтар да бар. Әлбетте Қазпошта басшылығы бізді журналист ретінде ұнатпай, халықтың үнін айтқанымыз үшін, оны елге көрсеткеніміз үшін бізге өшігіп, журналист ретінде маған арыз жазып жатыр. Жарайды, халықтың жағдайын жақсарту мақсатында біз құрбандыққа шалынып, жаңағындай шындықты айту барысында әкімшілік бәрі қарап отырып, қарапайым халықтың құқығын қорғай алмаса, маған арыз жазылып жатса, оған мен де дайынмын, сотқа да, қылмыстық іске де. Енді бізде шындық айту қылмыс болып кеткен жағдай екенін бәріміз білеміз ғой. Сондықтан қалталы азаматтар жоғарыдан өзіңіздің жаңағы аға көкелерін қосып, осындай қылмыстық істер қозғап, көбіне арыз жазуға үйреніп алған полиция қызметкерлеріне маған арыз қабылдау өте қатты ұнайды, және полиция қызметкерлері одан бір қандай ләззат алады деп ойлаймын. Жалпы полиция қызметкерлері енді маған дегендегі көзқарастарын білесіздер ғой, көбісі тең жартысы қолдайды, адамгершілікпен қарайды, ал тең жартысы жаңағы осының көзін қалай құртсақ екен деп ойлайды. Сондықтан енді 50-50 біз оған үйрендік. Жарайды, енді арыз жазылды, кейбіреулер оны сүйіспеншілікпен қабылдап алды, ары қарай жұмыс жасап жатыр, енді өздері біледі. Біз халықтың мүддесін қорғау үшін соны жасадық, жұмысымыздың нәтижесі бар. Мемлекетке 3 миллион табыс алып келдік, және қарапайым қызметкерлерге адами тұрғыда жұмыс жасауға дұрыс жағдай жасалды. Соның өзі біздің жұмысымыздың нәтижесі, бізге керегі де осы еді. Ал басқа бағытта енді өш алу мақсатында басшылар неше түрлі жасайды, әбден солай жалғанды жалпағынан басып, өздерін қамын ғана ойлап, жұмысының кемшілігін мойындағанның орнына әбден көкіректерінен намысып кеткен басшылар болғандықтан, енді арыз жазып үйреніп қалған қолдар жаза берсін демекпіз. Сонымен қатар енді тағы жағымсыз жаңалық, депутат қарапайым медицина қызметкеріне сотқа бергенін білесіздер. Ол кісі біздің редакция арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаментке барып арыз шағым айтқан үшін кінәлі болды, өзінің ойын айтқан үшін кінәлі болды, ол кісіні қудалап жұмыстан да шығарып жіберді. Ол аздық еткенде енді сотқа барып, сотта одан ары қарай өздерінің жаңағы үстемдігін көрсетіп, қандай отбасы екенін көрсетіп, өзінің жаңағы енді адвокаттармен жұмыс жасап, қарапайым халыққа қысым көрсетіліп жатқандай болып көрініп тұр. Әлбетте біз халықпен біргеміз. Енді сол сотқа да бүкіл Қазақстанға көрсетіп, сол соттың нәтижесін сіздермен таныстыратын боламыз. Енді шындық әр кезде айту қиын, бірақ еш уақытта шындықтан күдерлеріңізді үзбеңіздер. Президенттің өзі айтады ғой, сын пікір арқылы біз түзелеміз, көркейеміз, өсеміз дейді. Яғни сын пікірді айтып жеткізе алуды үлкен батырлық. Шындықты айтып жеткізу, көрсету, ол да адамгершіліктің бір белгісі. Ал енді үндемеу, ол да қылмыс. Сондықтан ондай қылмыскер үндемей жүріп қылмыскер болғанша, жұлынған жан-жақтан батыр болып, еліміздің, жеріміздің көркеюіне өз үлесімізді қоса берейік. Бір апта біз үшін осындай жемісті болды. Жаман да жақсы жаңалықтар бола берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Заңсыздықтан абайлаңыздар демекпіз. Абайла ақпараттық порталы өздеріңізбен бірге. Бір апта, келесі аптаға жақсылықпен еліміз үшін, жеріміз үшін берекелі болсын деген ниеттеміз.